алейкум. Заман информацион программасы ве Гульсум Халилова чоңғар сыңырында. Будақаларда шынды мында Ершей Сакин. Бүгін меджлис рейслері Қырымдан келген бош юк арабаларыны Украина территориясына кечірмеге разылық берділер. Шу себептен чоңғар сыңырында бүгін эпысы бош юк арабаларыны тешкеріп Украин территориясына йолладылар. Умумен алғанда мында Ершей Сакин шекілде өткерілді. Чоңғар сыңырында Херсон вилаятының сакинлері ве правый сектор, самооборона, Айдар ве Херсон батальонлары иштирак еттілер. Язықке бойле сакин вазиет Чаплынка ве Қаланчықта да көзленілмеді. Мисал оларақ Чаплынкада бүгін 1 километр ұзындығында юк арабалары өз сыраларыны Қырымға кечмек үшін бекледілер. Иштиракчылар оларыны елбетте йоламадылар. Айдавчылар ачувлы чунки айталар ке Қырымға кірмек үшін енді бергелеріні төледілер. Бұндан да ғайры Қаланчақта да бойле вазиет көзленіле. Анда 250 фура енді Қырымға кірмеге істей, ләкин әлбетті акция иштиракчылары оларыны йоламайлар. Анда да мұнақашылар девам етте ве олар өз сыраларыны беклейлер. Бұндан да ғайры тек 4 тәне юк арабасы енді артқа қайты. Умумен алғанда акцияның бірінші күні фаал шекілде өткерілді. Әрбір сынырда инсанлар да тура ве геже де қаравуламаға девам етежеклеріні білдірелер.